Сәлем достар, бұл қарапайым мастер каналы. Бүгінгі видеода жасайтын затымыз шай немесе кофе араластыратын өте керемет қызықты құрал. Сондықтан да каналға жазылып, лайк басып кетіңіздер. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып кетіңіздер. Кеттік. Ең алдымен бізге керек болатын зат картон. Яғни видеодағыдай оны кесіп алуымыз керек. Бұл кесінділер біздің жасайтын затымыздың сыртқы бөлігі. Енді біз ұзын картонымызды, яғни дәл видеодағыдай кесіп шығамыз. Тек бір бетін. Сонда ол жақсы иіледі. Бұл да затымыздың сыртқы бөлігі. Әрине затымыз өздігінен қозғалмайды. Оның қозғалу үшін қандай да бір күш керек болады. Сондықтан бізге екінші бөлігі ішкі құрылысын жасау керек. Оған батарейка керек болады. Және мотор. Және де екінші кезекте бізге бұранда, яғни мотордың басына киілетін. Үшінші бізге выключатель, яғни қосып өшіргіш. YouTube'тан іздесеңіздер табасыздар. Біз мына картонды шеңбер қылып кесіп алуымыз керек. Және дәл нақты ортасына мына бұранданы желмен жабыстырамыз. Сонда біз моторымызға осы қорапты шеңберді, яғни ыңғайлы орната аламыз. Сіздерде де дәл осы видеодағыдай жүзеге асса, онда сіздер дұрыс істеп жатсыздар. Енді бізге дәл осындай магнит, дәл осындай болмаса да әртүрлі пішіндегі магнит керек. Яғни екі бөлік. Ол шеңберіміздің екі тұсында тұрады. Міне жасап алдық, дәл видеодағыдай себулеріңіз керек. Бұл бөлігі, яғни қаттырақ айналады, сондықтан да желмен жақсылап тұрып жабыстырамыз магниттерді. Және дұрыс айналыма тексеріп аламыз. Достар, егер видео сіздерге ұнап жатса, лайкты басып қойыңыздар, және де каналға жазылыңыздар. Жаңағы выключатель және батарейканы осы жерде қолданатын боламыз. Бұл заттарды түрлі техникаға байланысты дүкендерден сатып алсаңыздар болады. Ал мына паяльникті қолдануды білмесеңіздер, YouTube'та өте көп. Бұл паяльник не үшін? Бұл паяльник, яғни біздің мотор, батарейка және выключателімізді қосамыз. Яғни выключательді қосқан кезде мотор айналу керек. Моторды айналдыру үшін қуат көзі, яғни батарейка керек болады. Бәрі өте қарапайым.
Енді біз осы үш затымызды бір-біріне біріктіреміз, дәл видеодағыдай. Бұл қиындық тудырады деп ойламаймын. Оңай, қарапайым. Біріктіріп болған соң әрине оны тексеріп алуымыз керек. Егер мотор жақсы айналса, сіздерде жүзеге асты. Және тоқтарды жалғаған бетімізді изолента немесе скотчпен орап қоямыз. Бұл қауіпсіздік үшін. Біз енді сыртында, ішкі бөлігінде біттік. Енді сыртқы бөлігінен кішкене қорапты кесіп, қосып өшіргішімізді жақсылап орнатуымыз керек. Сосын батарейка бір бөлікке орнатылады және моторды дәл нақты ортасына орнатамыз және оны тексеріп көру керек. Яғни мотордың дөңгелегі айналғанда тоқтар кедергі жасамау керек. Оны жақсылап тексеріп аламыз. Моторды тексереміз. Қораптың сыртқы бөлігіне тимеу керек, немесе мына тоқтарда тиіп кетуі мүмкін. Сондықтан кішкене бөліктерін желмен жабыстырып, айналдырып көреміз. Егер бәрі де жақсы айналып тұрса, сосын түгелдей желімдеуге болады. Міне, дайын десек те болады. Енді біз тексеруіміз керек. Және бізге соңғы керек болатын зат мынау секілді магнит, яғни кішкентай ғана болу керек ол. Бұл қай жерде пайдасын тигізетінін қазір көресіздер. Шай немесе кофе араластыруға таптырмайтын құрал. Бұл эксперимент ретінде өте қызықты болады. Магнитті саламыз және ішіндегі мотор бұл магнитті қозғалуына үлес қосады. Ал көріңіздер. Егер бұл видео ұнаса, лайк басып, подписаться етіп кетіңіздер. Алда бұдан да керемет видеолар шығаратын боламын. Және басқа да менің жазбаларымды көрсеңіздер, тіптен керемет пайда аласыздар деген ойдамын. Және сау болыңыздар, келесі видеода кездескенше.